Балалар, бүгін мен сендерді ғалымдардың рөлін ойнауға шақырамын. Балалар, сіздер зерттегілерің келе ме? Иә. Алдарында су тұр, тағы ағаш, металл заттары тұр. Балалар, ағаштың қасиетін білгілерің келе ме? Иә. Ал алдарында металл тұр, металлды суға саламыз. Металлға не болды, балалар? Батып кетті. Батып кетті, иә, балалар? Енді қағазды саламыз суға. Қағазды саламыз. Суға не болды, балалар? Батып кетті. Батып кетті. Енді матаны саламыз. Матаны саламыз. Матаға не болды, балалар? Батып кетті. Мата да батып кетті, иә, балалар? Енді ағашты суға саламыз. Ағаш батты ма, балалар? Жоқ. Батқан жоқ. Ағаш суға батпайды екен. Ағаштан не жасауға болады, балалар? Қайық, кеме жасауға болады. Сосын ойнайтын ойыншықтар жасауға болады, иә? Құстың үйшігін жасауға болады, иә, балалар? Ағаштан жиһаздар жасаймыз. Ағаштың көп пайдасы бар, иә, балалар, иә? Балалар, біз ағаштың ұшын шығарып көрейікші. Қанекей, ұшын шығарайықшы шығарғышпен. Ағашпен жұмыс жасап, біз қалам ағаштан жасалады, балалар. Ағаштың ұшын шығарамыз, қане қаламның. Қане, не істеп жатсыздар, балалар? Мынаны астына қоямыз. Қане, ағаштың ұшын шығарамыз, қаламның ұшын шығарамыз. Шығар қаламның ұшын. Ағаштың ұшы шығып жатыр ма, балалар? Бұл ұштағышпен ағаштың ұшы шығып жатыр екен. Ағашпен біз не жасауға болады екен, балалар? Көп заттар жасауға болады екен. Ағаштың қасиетін түсіндіңдер ме, балалар?